Сабақтың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ұлы көсемі. Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми еңбектерін атаңыз. Ахмет Байтұрсынұлы 1882 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы жайлы айтар кететін болсақ, өте қазақ тіліне сіңірген еңбегі өте зор, және де өзінің халқын сүйген қазақ азаматы ретінде танылған. Және де Ахмет Байтұрсынұлы әдебиеттанушы, және де ол өзінің шығарған жеке өлеңдері бар. Атап өтетін болсақ, тілек бата, досыма хат, бақ, және де қазақ салты атты өлеңдері бар. Және де біздің қазақ тілінде әліпбиге қосқан өте үлесі зор болып келеді. 1917 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Алаш партиясы атты партияны құрған болатын. Және де Ахмет Байтұрсынұлы өзінің ғылыми еңбектері бар. Жеке атап өтетін болсақ, Маса 1926 жылы әдебиет танытқыш атты ғылыми еңбектері бар. Тіл құралы әліпби атты ғылыми еңбектері бар. Және де оның Ахмет Байтұрсынұлы аудармаға өте үлес қосқан. Оны жеке атап өтетін болсақ, әліппе, ат пен есек, данышпан әліптің ажалы, және де қырық мысал атты өзінің жеке аудармалары болған. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдерін атаңыз. Алпа, досмақат, жиған телеген, тілек батам, жауға түскен жан сөзі. Назарларыңызға рахмет.